Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің атым Жол Адамсын. Ал қазақша менің достарым Жолтай деп айтады. Бірге шай ішіп, дос болайық. Мен Астанада тұратын және жұмыс істейтін американдықпын. Мен қазақ тілін үйреніп, жетілдіп жүрмін. Американдықтың Қазақстандағы өмірін тамашалауға шақырамын. Бүгін мен сіздерге өмірім және жұмысым туралы қысқаша мәлімет беремін және өзімнің тарихым туралы аздап ұсынамын. Алдағы посттарда мен сіздерге қызықты болатын тақырыптарды талқылайтын боламын. Бұл 12 тақырыптарды қамтиды. Бірінші, мен қазақ тілін қалай үйрендім және осы әдістер қолдана отырып, ағылшын тілін немесе кез келген басқа тілдердің қалайша тез үйренуге болады. Екінші, кето диетаны қалай ұстауға болады. Үшінші, кето диеті қандай ауруларды емдеуге көмектеседі, тіпті толық сақтырады. Ол аурудың түрлері, аутоиммундық аурулар, психология аурулары және тағы басқа. Төртінші, салмақ тастау және салмақта қадағалану. Бесінші, қазақ мәдениетпен Америка мәдениетімен салыстыру. Алтыншы, Қазақстандағы қазақ тілінің қолданылуын талқылау. Жетінші, мен сондай-ақ хедж фонд қорын басқарады. Мен қор нарығына қалай инвестиция салу керектігін қалай үйрендім. Сегізінші, мен Қазақстанда 30 жыл бизнес жүргізуден не үйрендім. Тоғызыншы, шын мәнінде Америкада өмір қандай. Оныншы, Америкадағы баспанасыздың үлкен проблемасы туралы шындық. 11-ші, Америкадағы психологиялық аурулардың мәселелері және оның психологиялық денсаулық жүйесі туралы шындық. 12-ші, Америкада тұратын қазақ достарыңыз сіздерге не айтпауы мүмкін. Енді қазір мен өзімнің тарихым туралы аздап ұсынамын. Қазақстанға келгенге дейін мен инженерия мамандығы бойынша бакалавр және магистр дәрежесіне бітірдім. Мен ақшадағы ең жақсы инженерлік университеттердің бірін, Пасаденадағы Caltech Калифорния технологиялық институтын бітірдім. Оқуымды бітіргеннен кейін мен Калифорнияда ірі консалтингтік инженерлік фирмада көп жылдар бойы инженер болып жұмыс істедім. Қазірдің 30 жылдан астам уақыт бұрын Қазақстанға алғашқы келгенімізде әйелім екеуміз қазақ тілін Алматыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқыдық. 2 жыл бойы қазақ тілін интенсивный курсты оқыдық. Қазақстан мемлекеттік университетінің кәсіби және жоғары білікті профессорлары мен қызметкерлеріне алғысымыз шексіз. Рахмет. Көп жылдар бойы Қазақстанда тұрып, жұмыс істеуіме байланысты қазақ тілін жетік меңгердік. Мен Тешеу, Chevron және ExxonMobil компанияларында жұмыс істедім. Мұнай саласында жұмыс істеп жүргенде біз Алматыда мен Атырауда бірнеше жыл тұрдық. Қазақстанда 13 жылдай жұмыс істегеннен кейін Бектериев ауруымен ауырдым. Бектериев ауруы бұл аутоиммундық күрделі ауру. Әлсіздігімнен сонша емдеуге ақшқа оралуға тура келді.
осы ауру арқаның сыздап ауруына және қатты әсеруге әкелді. Аурудың қатты күшкен кезінде мен мүгедектер арбасына 2 жыл бойы қолдануға мәжбүр болдым. Себебі жаяу жүруге алмадым. Мен ақшта болғанымда қазақ достарыммен байланыста болу үшін WhatsApp арқылы сөйлесетін едік. Осылайша қазақ тіліміз ұмытпадық. Осылайша біз Америкада Сиэтл, Вашингтон штатта 18 жыл тұрдық. Содан 3 жыл бұрын менің бактериев ауруым жеген тамақтан болғаным білдім. Сонымен мен кетогендік диетасын бастадым. Кетогендік диетасының 3-ші аптасынан кейін мен барлық ауру белгілерім тез кете бастады. Содан 2 жыл бұрын әйелім екеуміз Қазақстанға оралдық. Мен Қазақстанға шетелдік инвестицияларды тарту үшін бизнес консалтингтік компания құрдым. Біздің бас кеңсеміз Сиэтлда, Вашингтон штатта, ал филиалымыз Астанада. Сондықтан біз Астанада жұмыс істейміз. Біздің компания Қазақ Инвест мемлекеттік органмен жұмыс істеп жатырмыз. Біздің компаниямыздың мақсаты инвестиция мен заманауи технологиялары бар компанияларды Қазақстанға тарту, заводтар ашу, жаңа жұмыс орындарын ашу. Инвестишем компаниясы америкалық компанияларды Қазақстан әлемнің көптеген елдермен салыстырғанда артықшылығы үлкен. Ұзақ мерзімде инвестициялар салуға тұрақты ел екенін сендіреді. Қазақстан табиғи ресурстарға бай, бюрократиялық кедергілері аз, және білікті мамандары жеткілікті. Қазақстанда жұмыс жасалған қызметкер ретінде соңғы 30 жылда оның терең тарихын, мәдениетін, қазақ тілін білу арқасында Қазақстанды Америка нарығынан шығарға өз үлесімді қосқым келеді. Айына 2 рет Instagram парақшама және WhatsApp каналыма көптеген тақырыптар бойынша қызықты және пайдалы бейнелер жариялауды жоспарлап жатырмын. Баршаңызға қазақ қонақжайлылығы мен тамаша достық үшін рахмет. Instagram парақшама тіркеліңдер. Қайтадан бірге шай ішкенше аман болыңыз. Алла жар болсын. Сау болыңыз.